Саламатсыздар, құрметті ұстаздар, оқушылар, ата-аналар. Адамға екі нәрсе тіректегі, бірі тіл, бірі ділің жүректегі деп, Жүсіп баласағын бабамыз айтқандай, кез келген мемлекеттің, елдің тірегі сол елдің ана тілі болмақ. Тіл біздің түп тамырымыз. Мәдениетті жасаушы, оны ұрпақтан ұрпаққа жеткізуші, ғасырлар бойы сақтаушымыз. Ана тілі бәріміздің анамыз, өйткені ол ұлтымыздың анасы. Ана тілін қадірлеу әр азаматтың перзенттік парызы. Тұңғыш елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауында Қазақстан бүкіл әлемде халқы үшін үш тілді пайдаланатын мәдениетті ел ретінде танылуы тиіс демекші. Қазақстан халқының тілдер күніне орай мектебіміздегі тілдер бірлестігінің ұйымдастыруымен қазақ тілінің мерейі, менің мерейім тақырыбында онлайн форматта іс-шаралар жүргізілуде. Балалар, құтты болсын тілің бүгін, ашатын жан сарайын білімдінің, кешегі анаң айтқан, бабаң айтқан тіліне зер салыңдар, бұрынғы үндей келе баршаңызды Қазақстан Республикасы халықтарының тілдер күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Тұманбай Молдағалиев. Қызғалдақтай ашылған қара түрін, ата-ананың дегендей қанатын, сен екеуің сөйлейсің басқа тілде, үйретеді кім оған ана тілін. Сол емес пе күні түн қарайтының, бақытына өміріңнің балайтының, інім өзің сөйлейсің басқа тілде, үйретеді кім оған абай тілін. Ол дүзіңде дегбірсіз күттер күнін, ер жеткен соң өмірдің құптар күнін, басқа тілде сөйлейсің інім өзің, үйретеді кім оған мұхтар тілін. Үйретеді кім оған қазақ тілін, еркін құстай еліміз азат бүгін, жаманбыз ба сонша біз, ойлаш өзің, шылауында кетердей бозаттың. Саған айтам, қазақтың қара көзі, басталды ғой заманның жаңа кезі, үйрет оған өз тілін, ана тілін, басқа тілді үйреніп алады өзі. Жизнь не стоит на одном месте. Она идет своим чередом, несмотря на карантинные меры, связанные с COVID-19. В учебном процессе, помимо будничных дней, есть и праздничные мероприятия. Одним из праздничных дней сентября является День языков народа Казахстана. Казахстан – многонациональная страна, в которой каждый народ говорит на родном языке. В школах страны дети, кроме родного, изучают еще и русский язык. Но как родной, люблю язык я русский. Он нужен мне как небо каждый миг. По Конституции русский язык является языком межнационального общения. Язык сближает народы нашей страны, укрепляет дружбу между народами стран СНГ и дальнего зарубежья. Уважаемые коллеги, дорогие ребята, поздравляю вас с праздником. Желаю вам успехов в труде и в учебе. Язык – основное средство общения людей. При помощи языка люди общаются друг с другом, передают свои мысли, чувства, желания. Язык тесно связан с мышлением, сознанием. Каждый язык представляет собой сложную систему. Элементами этой сложной системы являются звуки, слова, предложения. Русский язык – это один из самых богатых языков мира. Он имеет большой лексический запас, располагает выразительными средствами. В конце своей речи я хочу выразить слова Константина Паустовского. Нам дан во владение самый меткий, могучий и поистине волшебный русский язык. Good day, my dear colleagues. I congratulate you with the Day of the Languages. Every year on September, our country celebrates the Day of Languages. All of us must speak in 3 languages:
Kazakh, Russian, and English, because the knowing of languages is our treasure. English is a world language. English is spoken by more than 350 million people. It is the most widespread language on the earth. Knowing of languages are very important for us. There are many nations live in Kazakhstan. They love peace. We have one motherland, one country, one language. English spoken all over the world. It is spoken as a mother tongue. It is one of 6 official languages of the United Nations. It is studied as a foreign language in many schools. Today, English is the language of the world. See